Саламатсыздар ма, құрметті серіктестер? Мынау компанияға кірген кезде, осы M International компаниясына кірген кезде, мен қалай істеймін, мен маркетингті білмеймін, жолығу керек, кездесу керек, айтып түсіндірші, я болмаса өнімдер жайында білмеймін деген сұрақтар өте көп болып жатыр. Сондықтан ең бірінші сіздер үшін бәрі чаттар ашылып тұр да, денсаулық чаты бар, чат здоровья дейді. Сосын чаттарымыз бар бизнеске арналған кісілерге. Көбаса енді мобайл или бизнес жасаймын, қазір ақшам жоқ, жаңағы сильвер пакетке тіркеліп ары қарай көтерермін деген кісілерді біздер бизнес чатқа да қосып жатырмыз. Одан бөлек біздерде телеграм чаттарда бар. Телеграмда бір жақсы жері өшірілмейді да, бұрынғыларды да қарай беруге болады. Оның телефонға көп жаңағы қиыншылық түсіртпейді да, сол үшін. Енді ең бірінші мен сіздерге айтатыным, әрине кіргеннен кейін бұл да негізі сайты оңай, спонсор әрине көрсетеді деген ойдамын, қалай кіріп қалай шығу керек екен. Логин жібереді, пароль жібереді, сосын анау четырехзначный жаңағы алмасып тұратын цифры бар, соны қойып кабинетке кіруге болады. Кабинетке кіріп жайлап үйрене беру керек. Бұл арада бәрі көрсетіліп тұр, сол ақтарып, төңкеріп, общем, қайсысы қалай жайлап үйрену керек. Соның ішінде ең бірінші үйрену керек екені тіркеуді үйренуіміз керек, регистрацияны да. Сосын өнімдерді қалай заказ беру керек, оны да үйренуіміз керек. Енді білесіздер, көп уақыттан отқан адамдар бар. Бұл арада біздерде складқа түскенде өнімдер көп тұрмайды, біздерде тез бітіп қалады. Сондықтан бірінші әрине осыны білуіміз керек. Екінші, соңдарыңыздан еріп тіркелген адамдарды міндетті түрде денсаулық чатына қосуымыз керек. Я тіркелмесе де қоса беру керек. Өзіңіз ақпарат беріп атқан адамдарды сол чат сол үшін арналған, соған арналған. Жайлап өнімдермен таныса берсін, отзывтарды тыңдай берсін деген сияқты. Міндетті түрде бәрімізді енді чатта отырмыз ғой. Міндетті түрде жоғарғы спонсорларымыз жіберіп атқан, жаңағы спонсорлардың жіберіп атқан ақпараттарын тыңдап отыру керек. Міндетті түрде. Ол бәрі біреу үшін емес, өзіміз үшін, өзіміз кіріп, үйреніп, не жайында қалай бәрін біле жүруіміз керек та, сол үшін қажет. Сосын соңымыздан еріп атқан адам болып атса, бір адам болса да, жаңағыдай денсаулық чатына, егерде бизнес жасаймын деп атса, бизнес чатқа қоса беруге болады да. Бұл бір. Екінші, міндетті түрде әрбір кіріп осы чатта отырған адамдар өздеріңіздің WhatsApp-тың статусы бар емес пе? Соған қойып үйрене беріңіздер. Өнімдер жайында бөліп қойып үйрене беріңіздер, чтоб маңайыңыз біле жүрсін. Сіздер осы M International компаниясының өнімдерін қолданып тұтынып атқандарыңызды білу керек. Сосын қосымша енді қазір Аллаға шүкір Instagram бар, TikTok бар. Соларға да қосып жайлап дағдылана беру керек та. Маңайыңыз білу керек, сіз осы M International компаниясында екеніңізді. Сосын мынау чат здоровьяға жіберіліп жатыр, мысалға денсаулық жағынан. Маңайыңызды біз білмейміз, сіз білесіз. Сол маңайыңызбен бөлісіп үйреніңіздер. Өте жақсы роликтер бар, отзывтар бар. Жайлап күнде енді жаңағы спам қылмай, арасында жайлап 2-3 күнде бір жетте бір жіберіп тұруыңызға болады. Жайлап адамдар таныса береді. Сосын міндетті түрде Zoom-ға кіріп үйренуіміз керек. Zoom-ды телефондарыңызға качать етіп алыңыздар, жүктеп. Сосын міндетті түрде сол Zoom-ға, Zoom сабағына қатыса беріңіздер. Біріншіден, әрине, бірден айта кетейін, өздеріңіз үшін. Екіншіден, адам шақыр деп атса, міндетті түрде адамдарыңызға жіберіп, сол адамды
сол зумға кіріп үйренсін. Өйткені бәріміз де дұрыс білмейміз өнімдер жайында, маркетинг жайында. Сондықтан ана зумда қандай темаға болса да жаңағы адамдар кіріп соярдан толық жақсы ақпаратты ала алады. Соны үйренуіміз керек. Бәрі енді өзімізден басталып тұр ғой. Сосын міндетті түрде өзіңіз өнімдерді алып ішіп жатырсыз. Шамалап болса да жеңілдігін сезінгеннен бастап видео түсіріп үйреніңіздер. Міндетті түрде. Сол видео маңайыңыз ғой, енді қарайтын көбаса статустарыңызға қоюға болады. Видеомен бөлісіңіздер отзывтарыңызбен. Ол отзывтар әрине сіз үшін жұмыс істейді. Сосын сіздің соңыңыздан ерген серіктестеріңізді сол отзывпенен бөлісе алатын болады. Әзірге енді осы. Рахмет. Манадан бері сол ойымдағы енді жеткізуге тырмыстым. Тағы да реті келіп жатса енді түсіре жатармыз. Аманшылықта болайық.